түркі тегі деген одақ құру керек. Түркі тегі деп аталады. Нағып түркі тегі. Себебі біз ғұн дәуірінен бастап осы күнге шейін түркі тілдес халықтары бір болған біз уақытысында. Түркі империясы болған. Рим империясы 9 ғасыр өмір сүрді. Ал түркі империясы 13 ғасыр өмір сүрді. Евразияны бүкіл Атилладан бастап, Тұмар ханымынан бастап, Шыңғысхан, Әмір Темір, Бейбарыс бәрі былай айтқанда жарты әлемді жаулап алды. Евразияның бәрі осылардың қолында болды. Турцияның Римнің папасы Атилияға жалынды келіп, бізді жаулап, Римді қырма, бізге міне алтын керек па, күміс керек па, бәрін береміз деп. Көрдіңіз бе, сондай өте великий империя болған. Әлемді теңселткен империя. Ал қазір